Балалар, біз бүгінгі әрекетімізде жолда жүру ережесімен танысамыз. Балалар, біз күнде балабақшаға келген кезде үлкен жолдың бойын кесіп өтеміз, ол кезде біз жолдан абайлап өту үшін бізге көмекке бағдаршам келеді, балалар. Міне, бағдаршамға қараңдаршы. Бұл бағдаршам жол көлік ережесін реттеуші құрылғы болып танылады екен. Қанекей балалар, міне біз жолда келе жатқан кезде көп ауыр жүк көліктері және жеңіл көліктер өтеді. Сол кезде бағдаршамда қызыл түс жанған кезде көліктер тоқтайды екен. Сары түс жанғанда жаяу жүргінші жолында тұрған біздер күтіп, дайындалып тұрамыз. Жасыл түс жанған кезде жаяу жүргіншілер жолы, міне ақ қара жолақ жолымен жүруге бізге рұқсат деген белгі екен. Міне сол кезде біз былай жолақ жолмен жүріп өтеді екенбіз, қарсы бетке шығады екенбіз. Ал бәрі қараңдаршы. Бағдаршамның қызыл түсі, сары түсі қайтадан жанған кезде көліктер жүруге дайындалады екен. Ол кезде бізге жаяу жүргінші жолындағы адамдарға жүруге рұқсат жоқ екен, балалар. Сарыдан кейін қызыл түс жанған кезде келесі бетке өту үшін балалар, міне, сары түс жанған кезде көліктер жүруге дайындалады екен. Ол кезде бізге жолдан өтуге рұқсат жоқ екен, жасыл түс жанған кезде көліктер жүріп кетеді. Ол кезде біз жолдан алшақ тұруымыз керек екен, қайтадан қызыл түс жанады. Ол кезде көліктер тоқтайды. Сары түс жанғанда біз дайындалып, жасыл түсте келесі жолға өтеді екенбіз былай. Көрдіңдер ме, балалар? Жасыл түстерді тағы өтейікші, қанекей. Қызыл, жарайсыңдар. Қызыл түс жанған кезде көліктер тоқтайды екен. Сары түс жанған кезде біздер дайындалады екенбіз, жасыл түс жанған кезде жүруге рұқсат деген белгі екен, балалар. Міне, жаяу жүргіншілер жолында, балалар, мынандай суретте белгі бар екен. Қараңдаршы, міне, осы жаяу жол, ақ жолақ, қара жолақ адамдар жүруге арналған жол екен, жаяу жүргіншілер жол екен. Жолда жүргенде өте абай болу керек, балалар. Үлкендердің көмегінсіз, үлкендерсіз біз жолдан өтуге болмайды екен. Балалар, біз бүгінгі әрекетімізде жолда жүру ережесімен танысамыз. Біз күніге балабақшаға келе жатқан кезде үлкен жолды кесіп өтеміз, балалар. Сол кезде көшеде жүрген көліктер және ауыр жүк көліктер көп өтеді екен. Міне сол кезде бізге, біздің өмірімізге, біздің қауіпсіздігіміз үшін бізге бағдаршам құрылғысы көмекке келеді екен. Бағдаршам бұл 3 түстен тұрады: қызыл, сары, жасыл. Ақ жолақ, ол жаяу жүргіншілерге арналған жол. Міне балалар, қараңдаршы, қызыл түс жанған кезде көліктер тоқтайды. Сары түс жанған кезде біз жаяу жүргінші жолында күтіп тұрған біздер дайындалып жүруге, өтуге дайындаламыз. Жасыл түс жанған кезде бізге жүруге рұқсат екен. Міне бұлай жүріп өтеміз. Қарсы бетке шығып өтеміз.